Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін Versace құрағын тігетін боламыз. Ол үшін бізге осындай бөз матасы керек. Және турецкий бархат матасын осылай лента қылып қиып аласыздар. Ширинасы 3 см етіп. Матамыз екі түсті болу керек. Розовый түсінен және ақ түсінен 3-3 см етіп қиып аламыз. Байқаған болсаңыздар, бөз матаның ортасын сызып алдым. Ортасын табу үшін енді құрағымызды тігіп бастаймыз. Жаңағы 3 см қиған екі деталімізді қосып, ортасына тігеміз. Қиған деталіміз дәл ортасына келу керек. 0,5 мм тігісіне беріп тігіп шығам. Құрағымызды ашып, келесі түсімізді тігеміз. Келесі түс бізде ақ болу керек, шатастырып алмаңыздар. Және бұл құрақ сағат тілмен айналдырып тігесіздер. Ақ лентамызды осылай керек жеріне дейін тігіп аламыз. Қалған жерін қиып тастаймыз. Құрағымызды ашамыз, енді айналдырып. Келесі бізде розовый түсті тігеміз. Сол үшін розовый түсіміз жоғарыда тұру керек. Қажетті жерге дейін тігіп, қалған жерін қиып тастаймыз. Құрағымызды ашып, енді ақ лента тігеміз. Қажетті жерге дейін ақ лентаны тігіп, қиып тастаймыз. Матамызды ашып көреміз. Енді бізде келесі розовый түсті матаны тігетін боламыз. Дәл солай розовыйды да ақты да сағат тілмен айналдырып тігіп кете береміз. Астыңғы жағындағы ақ лентамыз тігіліп тұр, сол себепті тігіп шығамыз. Қажетті жерге дейін тігіп, артығын қиып тастаймыз. Енді бізде келесі ақ лента, екі розовый тігіп болған соң, ақ түсті лентамызды дәл осылай розовый тіккен сияқты екі рет тігіп аламыз. Бір рет ақты тіктім, енді екінші рет осылай. Екінші рет тігетін кезде жіпті үзбей, лапканы жылжытып, артқа қарай шегініп, екінші ақ лентамызды тігіп аламыз. Құрағымызға ашып қарағанда Versace'дің өрнегіне ұқсап келе жатыр. Осылай айналдырып, тігіп кете бересіздер. Енді бізде келесі розовый, қажетті жерге дейін тігіп, артқа шегініп, және екінші розовыйымызды тігіп аламыз. Келесі ақ лентамызды қойып тігіп аламыз. Бұны да дәл солай жібімізді үзбей жылжытып артқа ақ лентамызды екі рет қойып тігіп аламыз. Құрақтардың ішіндегі ең оңай, қарапайым, жеңіл тігілетін құрақтардың бірі. Әрі әдемі, көзге бірден көрінеді. Жастықтың да көрпешенінде сәнін ашып тұрады. Бөз матаның өлшемін өздеріңізге керекті өлшемді алыңыздар. Бөз матаның өлшемін бұдан кішкентай қылып алсаңыздар да болады, немесе бұдан үлкен қылып алсаңыздар да болады. Мендегі размер стандарт өлшем. Және мен лентаны 3 см етіп алдым ғой. Соны сіздер 5 см немесе одан да жіңішке өлшемді алсаңыздар болады. Егер мысалы 5 см-ден лентаны қиып алсаңыздар, жұмысыңыз тез бітеді. Ал егер құрағыңыз өте әдемі, көзге тартымды болғанын қаласаңыздар, 2 немесе 3 см етіп қиып алыңыздар.
Versace құрағымыз дайын болып қалды. Бұл құрақты кез келген екі түстен тігесіздер. Ең бастысы, ережесін бұзбай, өз орнына келгенде қолданып тігіп отырыңыздар. Осылай өз матамыз таусылғанша соңына дейін тігіп шығамыз. Ленталарымызды тігіп болған соң, өз матамен құрағымыздың шетін екеуін қосып тігіп шығамыз. Құрақтың шетіне есептегенде 1-2 мм тігісіне беріп тігіп шығамыз. Осымен біздің құрағымыз дайын болып қалды. Енді біз артық шеттерін қиып шығамыз. Бұл Versace құрағын қайта қолдансаңыздар да сәнін ашып тұрады. Құрағымыз өте әдемі, астары да таза болып шықты. Осылай тігіп көріңіздер. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.